Сәлем достар, сіздер менен Алишер ағайларыңыз. Біз бүгін математикалық сауаттылықта көп кездесетін есепті шығаратын боламыз. Азат Мейрамның 5 жыл бұрынғы жасынан 10 жасқа үлкен. Кестедегі мәндерді салыстырып, дұрыс тұжырымды анықтаңыз. Азаттың 5 жыл бұрынғы жасы В бағанында Мейрамның қазіргі жасы дейді. Бізге Азат мынандай жаста деп айтылмаған, біз просто так Азатты 20 жаста деп ойлайық. Азат сен 20 жастасың. Мейрам. Қазір Мейрамның жасын шығарамыз. Азат Мейрамның 5 жыл бұрынғы жасынан 10 жасқа үлкен. Яғни Азат 10 жасқа үлкен болу үшін Мейрамның 5 жыл бұрынғы жасы 10 болу керек қой. Өйткені 20-дан 10-ды азайтсам 10. Бірақ та бізге қазіргі кезде Мейрам значит 15-те. Енді қазір Мейрам 15-те болады ғой. Азат 5 жасқа үлкейсе, Мейрам да 5 жасқа үлкейеді. Мейрам күсіп тұрмайды ғой, немесе Мейрам тоқтап қалмайды ғой. Жақсы, Мейрам қазір 15 жаста, Азат 20 жаста, біліп алдық. А баған Азаттың 5 жыл бұрынғы жасы, 15-ке тең. Мейрамның қазіргі жасы 15-ке тең. Яғни екеуінің несі бір-біріне тең екен. Теңді белгілеймін. Ағай, сіз не үшін 20-ны алдыңыз? Мүмкін басқаша санды алып көрейік дейтіндер болса. Жарайды, Азат қазір 33-те болсын. Просто так. 5 жыл бұрынғы жасынан 10 жасқа үлкен. Яғни 5 жыл алдын Мейрам қанша жаста болу керек еді? 23-те болу керек еді. 5 жылдан кейін ол 28-ге толады. Яғни қазір Мейрам 28-де, ал Азат 33-те. А бағаны Азаттың 5 жыл бұрынғы жасы, 33-тен 5-ті азайтамын, 28 шығады. Б бағаны Мейрамның қазіргі жасы. Мейрамның қазіргі жасы 28-ге не болды? Тең болды. Түсінікті ма? Есеп осылай шығарады. Егер сіздерге есеп түсінікті болса, онда менің YouTube арнама тіркеліп өтіңіз. Instagram, VK парақшама да тіркелсеңіздер болады. Ол жерде өзімнің өмірім туралы көп нәрселер, мағлұматтар салып отырамын. Біз жалғастырамыз. Сіздерге сәттілік тілеймін. Достарыңызбен бөлісіңіз міндетті түрде менің арнамда. Өйткені бұндай арна әлі Қазақстан бойынша бірінші рет.